Сәлем достар, бүгін біз пиццериядағыдай пиццаның тестасын жасайтын боламыз. Ең алдымен ұнға дрожжымызды саламыз, тұзымызды саламыз, қант, сұйық май құямыз, су құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстелдің үстіне біраз ұн сеуіп, үстелдің үстінде 5 минуттай жұмсақ қамыр илейміз. 1 сағатқа бетін жауып, көтерілуін күтеміз. Қамырымыз көтерілгенге дейін салмасын дайындаймыз. Менде осындай мусульманская халяльная колбаса. Жұқа қылып кесеміз. Менде моцарелла және обычный сыр екеуін теркадан өткізіп, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Үйде бар заттан обычный соус жасаймыз. Кетчуп және майонез. Менде осындай дәмдеуіш. Содан 2 ас қасықтан қосамыз. Араластырып, біраз су қосып араластырып дайындап аламыз. Үстелдің үстіне біраз ұн салып, көтерілген қамырымызды сонда төсеп, 2-ге бөліп аламыз. Осы тестадан бізде 2 үлкен пицца шығады. Алдымен үстелдің үстіне біраз оқтаумен жайып аламыз. Одан кейін противинді біраз майлап, соның үстіне қойып, осылай қолмен противинді айналдырып отырып жаямыз. Бортиктарды міндетті түрде мен жасаймын. Өте әдемі болып шығады сонда. Енді жаңағы жасалған соусымызды құйып, үстіне біраз сыр саламыз. Одан кейін колбасамызды барлығын жайып шығамыз. Үстіне тағы да қалған сырды салып шығамыз. Қызып тұрған духовкаға 180 градуста шеті біраз қызарғанға дейін ұстап пісіріп аламыз. Өте дәмді қамыр болып шығады, өте жұмсақ болады. Пісіріп көріңіздер, дәл пиццериядағыдай жұқа болып әдемі болып шығады.